Всем привет, друзья! У нас сегодня новая тема, называется антонимы. Давайте начинаем. Антонимы – это слово противоположные по значению. Яғни, мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним деп айтамыз. Қазір бірнеше мысалдар келтіремін. День – күн, ночь – түн. Богатый – бай, бедный – кедей. Огонь – от, вода – су. Труженик – еңбекқор, лентяй – жалқау. Твердый – қатты, мягкий – жұмсақ. Сладкий – тәтті, острый – ащы. Сильный – күшті, слабый, әлсіз. Далекий – алыс, близкий, жақын. Радоваться – қуану, огорчаться – мұңаю. Взять – алу, давать – беру. Вверху – жоғарыда, внизу – төменде. Толстый – семіз, худой – арық. Закрытый – жабық, открытый – ашық. Грязный – лас, чистый – таза. Холодный – суық, теплый – жылы. Белый – ақ, черный – қара. Большой – үлкен, маленький – кішкентай. Добрый – мейірімді, злой – ашулы. Веселый – көңілді, грустный – көңілсіз. Один – жалғыз, много – көп. Полезный – пайдалы, вредный – зиян. Сухой – құрғақ, мокрый – дымқыл. Правда – шын, ложь – өтірік. Любовь – махаббат, ненависть – жек көрушілік. Здоровый – дені сау, больной – ауру. Старый – кәрі, молодой – жас. Привет, сәлем, пока, сау бол. Міне біздің қарама-қарсы сөздеріміз осындай. Міндетті түрде жаттап алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Біздің Білім Go YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.